Сәлем балалар! Бүгін ана тілі пәнінен 64-ші сабақ заттың атын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың атын білдіретін сөздерге кім-кімдер, не-нелер сұрақтар қойылады. Адамға қатысты сөздерге кім-кімдер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, кім? Ұстаз. Кім? Ата. Кім? Әже. Кім? Әке. Кімдер? Дәрігерлер. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не балта, не балға, нелер орындықтар, не сиыр, не қой. Нелер бұзаулар. Жақсы балалар. Енді балалар бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді тыңда. Тақырыбы шынығу. Көтер қолды жоғары. Құстар қанат қағады. Жел аяқтар жүгірер, жерге тимей табаны. Бойың тікке балдырған. Қимылдасын қол жылдам. Аяғыңды соз алға, қорықпағын қарғудан. Оңға, солға бүгілген. Кәне жылдам жүгірген. Шымырлықтың мәнісі шынығуда ұғынғын. Балалар авторы Болат Үсенбаев екен. Балалар, неліктен шынығу деп аталған бұл өлең? Қалай ойлайсыңдар? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Себебі адамның денесін шынықтыру үшін түрлі қимылдар туралы айтылған екен, балалар. Енді балалар, өлеңдегі қимылдарды бәріміз орнымыздан тұрып жасайықшы. Балалар, қолды жоғары көтерейік. Құстарша қанат қағайық. Жел аяқтар сияқты жүгірейік. Жақсы, жарайсыздар. Бойың тікте балдырған. Қимылдасын, қол жылдам. Қолымызды жылдам-жылдам қимылдатайық. Аяғымызды алға созып сілкейік. Енді балалар, оңға, солға бүгілейік. Кәне, 1, 2, 3, 4, жылдам-жылдам жүгірейік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, шымыр болу үшін тағы не істеу керек деп ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Жаттығуларды таңертең ерте жасауымыз керек, және пайдалы тағамдарды жеуіміз керек, жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу: көркем жаз. Салқын сумен сергейміз, денемізді шыңдаймыз. Балалар, енді осы жаттығуды көркем етіп дәптерімізге жазып алайық. Жақсы балалар, жазып болсақ, келесі жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу: суреттер бойынша мәтін құра, мәтіннен заттың атын білдіретін сөздерді тап дейді. Балалар, суреттен кімді көріп тұрмыз? Ұл баланы көріп тұрмыз, балалар. Ол не істеп жатыр? Өте дұрыс, жарайсыңдар. Балалар, енді осы ұл баланың атын қойып, өзіміз мәтін құрайық. Бұл баланың атын Асан деп қояйық, балалар. Олай болса, балалар, таңертең ерте Асан тұрып, жаттығулар жасады. Жуынып, киініп, таңғы асын ішіп, сабаққа барды. Сабақтан қайтарда, ол торғайларға жем шашып, тамақтандырды. Асан күнде осы күн тәртібін сақтайды. Ол әр күнін белсенді өткізуге тырысады. Балалар, олай болса, осы мәтіннен заттың атын білдіретін сөздерді табайық. Кім? Асан. Не? Күн. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды.
каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар балалар.